Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәруменге толы, ағзаға өте пайдалы асқабақтан суп, пюре дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Асқабақтан манты, пирог, лечо, котлет, сок, цукаты, печенье, кекс, каша, блины, сорпа, оладьи, котлет көптеген тағамдарды жасауға болады. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы өте зор. Асқабақтың дәнінен ажыратып тазалап аламыз. Барлық көкөністерді пияз, сарымсақ, картоп, сәбіз, асқабақты жуып тазалап, қабығын ашып, және өз қалауларымызша турайтын боламыз. Қазанымызға май құямыз. Май қызғаннан кейін пиязымызды салып, пиязды қызарғанша қуырамыз. Пияз қызарғаннан кейін сәбіз картопымызды салып 5-7 минутты қуырамыз. Тұзымызды қосамыз. Одан кейін асқабақты қосып, тағы да 5 минут қуырамыз. Асқабақтың дәнін тастамаймыз. Оны бөлек духовкаға кептіріп алуға болады. Енді үстіне мұздай су құямыз. Толтырмаймыз. Дәл ортасына келтіріп, су құйып мұздай су құямыз. Қатты толтырмаймыз, осылай жарты қып құямыз. Бір қайнағаннан кейін баяу отқа қойып, барлығы езіліп піскенше жақсылап пісіріп аламыз. Жақсылап езіліп пісті, енді блендердің көмегімен пюре болғанша езіп шығамыз. Үстіне 10%-дан жоғары сливкиді бір стакан құйып, тағы 5 минут бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Суп пюреміз дайын. Жасап көріңіздер. Адам ағзасына өте пайдалы. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Видеоны менімен бірге соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.